кеш, құрметті екібастұздықтар, армысыздар, қала қонақтары. Екібастұз қаласында өтіп жатқан кезекті жайдарман ойындарына қош келдіңіздер. Өзіміздің жерлестер, жастар ЭПК. Шығыс Қазақстан облысынан келіп отқан қонақтарымыз Курчатов құрамасы, Курчатов. Алдыңғы ойындарда бір айтып кеткен болатынбыз, бұл командамыз өте қызықты. Бірінші рет жалпы Павлодар облысының намысын қорғап жүрген Шымкенттің жігіттері, яғни серпін бағдарламасымен Павлодарда оқып жүрген жігіттер, ПМПУ құрамасы Павлодар. Жезқазған қаласынан келіп отқан Сарыарқа ұландары жайдарман тобы. Келесі Астана қаласы медицина университеті. Медицина университетінің құрамасы Астана. Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің құрамасы Евразия Астана. Қаламыздың атынан ойнап жүрген жайдарманшыларға бренд болып қалған атау "Біз қазақпыз" жаңа құрамында Екібастұз. Және тағы да бір Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы, Жаңа Семей, Семей. Және де құрметті әріғазал, құрметті қонақтар, бір командамыз сәл кедергі болды, жолда кедергілер болып туындап қалды. Ақсу қаласынан келе жатқан Павлодар облысының құрамасы ойында келеді, бірақ әзірше шыға алмайды сахнаға. Ал ендеше бүгінгі ойында әділ бағасын беретін әділқазылар алқасымен таныс боламыз. Екібастұз қалалық мәслихат депутаты Нұрпейісов Әділет Қайыржанұлы. Қазақстан болашақ жастары қоғамдық қорының директоры Тілеуле Жастілек Сүйіндікұлы. Екібастұз қаласының бұрынғы "Біз қазақпыз", қазіргі мынау жастары бұрында кезінде телевизиялық лигада менімен бірге ойнаған ардагер жайдарманшы жас әке Ерғазин Дәурен. Екібастұз қаласы әкімі аппаратының аударма жөніндегі редакторы Камалетдинова Виктория Николаевна. Әділқазылар алқасының төрағасы Екібастұз мәдениет және тілдер дамыту басқармасының бас маманы Касенова Құндыз Мұратқызы. Және де бізде ойынымызда бүгін бір үлкен қонағымыз келіп отыр. Құрметті қонағымыз Екібастұз қалалық Нұр Отан партиясының басшысы Макраев Нияз Құдайбергенұлы. Сәттілік. Ал сәлемдесу кеттік. Жерлестеріміз жастар ЭПК. Thank you.
from the truck when I'm on the block. Құрметті Қуаныш Салғарқасов, біз 1-8-ге мықты дайындалдық. Және де біздің командаларға айтарымыз бар. Құрметті командалар, вы должны оставаться выльми, а мы мыльми. Жігіттер, мен ойласам, жаңа семья остается оным, а поқ әнуным. Жігіттер, бізге мұнда жақсы өнер көрсету үшін бізге бір әзіл керек. Бізге бар ғой әзіл. Қош? Сонымен көреміз, құрметті көрермендер, Тышқандар отбасында болған жағдай. Осы бала бар ғой, бір жер тесіп шығады. Жалпы жақсы. Жігіттер, осы маусымда мен үйленемін деп шештім. Жасым 21. Дұрыс. Кімге үйленесің қай? Мен жүрегімнен орын тапқан жанға үйленемін. Мә, дұрыс, әдемі қыз екен, бақытты болыңдар. Жоқ, қармаспайыншы. Мен маған үйленемін. Сен басың істей ма? Еркек пен еркек үйленгенін қайдан көрдіңсің? Көрдік қой. Не істеп жатсыңдар? Яғни екеуі үйленіп қазір артынан гүл лақтырмай ма? Жігіттер, бізге 1-8-ге өту үшін бізге мықты бір актерлық шеберлік керек. Не сен? Актер бар, енді шеберлік керек. Сонымен көреміз, өте салақ рэпер. Тұрман мұз кетті. Ауыл молдасынан тәлім алған ит. Асылдым! Хатшысына қатты ренжіп қалған әкім. Сымақ! Әйелге білдіріп пе бірге шай көпір. Құрметті көрермендер, сонымен көреміз, өз досының сөзін жерге қалдырмайтын дос. Алда білесің бе? Вечерда барып еді қой. Соңғы бір өзің. Қарындас қалайсың? Нормально өзің қалайсың? Сонымен көреміз, медреседе имам болған адам хореограф болса қалай болады екен? А ну-ка, ребята, 1, 2, 3, аминь! Сіздермен бірге болған ЭПК жастар, рахмет. Жастар ЭПК ойынды ашып бергендеріңізге үлкен рахмет. Жастар ЭПК бір шапалақтарыңыз. Келесі болып сахнаға шығатын Шығыс Қазақстан облысы Курчатов қаласынан келіп отқан Курчатов құрамасы.
жарыш емейсіз ғой. Білмейсің бе? I'm a ratified gentleman. Тойдың билері қалай кетіп жатыр? Сендер жындысыңдар ма? Қайдағы той? Атты болып нәрселер айтсаңдар. 8 наурыз болды емес па, жақында? Иә. Сегізінші наурыз болмақшы, матерсің, сегізінші наурызда қызыңа неме сыйладың? Мен 101 роза сыйладым. Молодец. Ал былай сенші? Қызық болса қыздың қалтасына бір пачка темекі салып жібердім. Солсыз. Шегіп тастапты. Қысқадан қысқа, Шырайлы Шымкенттен емес, құршатыңыздар, қалса етміз! Біз маусымдамыз. Таңда қалырыш достар, сонымен көреміз Бразилияда ату жазасы. Әр ғасырда қыздармен әртүрлі танысатынбыз. Ал енді көреміз 19 ғасыр. Сәлем сұлу қарындас, салыспадық па? Жоқ, кешір, мені ата-аналарым аттастырып қойған. Кешіріңіз, бағыңызға өлік болмай. Рахмет. Ал енді 20 ғасыр. Қарындас, привет. Таныспадық па? Жоқ, мен жігітім майданға кет, менімен бақытты болам. Мақұл, кешіріңіз. Ал енді көреміз 21 ғасырда қалай болшы. Таныспадық па, қарындас? 19-та бірге түктемедім. 20-шы ғасыр бір ат шығады дейтін. 21-де қойсай жасын өлдіресің. Құрметті достар, бар фантазиямызды қосып, көз алдымызға елестетеміз. Африкада дышы сабағы. Енді сендей болған мен аурас. Құрметті достар, белгісіз бір қорадағы дискотека. Петя, ушли, шестке сатли. Көреміз достар, реакциясы мүлден төмен күзетші. Әкел ақша. Ақша ал, кетші. Тоқта! Кондукторлар ішіп пыса ақша санайды дейді. Сонымен көз алдымызға елестетеміз. Қоғамдық көлікте. Жолақысын төлейміз, жолақысын төлейміз. Бәріміздің басымыздан өтіп жатады. Үйде болған оқиға. Мама, мен география сабағынан 5 алдым ғой. Мен сабақтан 5 алдым. Мама, мен география сабағынан сабақ айтып 5 алдым. Мен сабақтан 5 алдым дейді. Кетші сен темекі шеген бар. Өзен мені темекі сарқасы.
эле достор, максаты жок 100 адамдан, максаты бар 1 адам артык. Сиздер менен бирге болгон бүгүнкү максаты осы сахнанын чемпиону болуу. Ал Шығыс Қазақстан облысы Курчатов құрамасы, үлкен рахмет. Келесі өз сәлемдесуімен Павлодар қаласы ППУ құрамасы. Актерство қандай болады? Jennifer Lopez сияқты. Осыны көрмештіңіз. Сенің актерство Конор Макгрегор ма? Ол дұрыс емес деп ойласам. Ана бар ма? Қайырлы кеш екібастыз дегенде ұмытып қалдым десейші. Иә, қайырлы кеш екібастыз! Жігіттер, екібастыз деген күшті! Бұл жерге келсең, кеткен келмейді ма? Кеткен келмейді. Осы екібастыз деген андай бір әзіл айту керек қой. Білесіздер ондай. Білеміз. Қайдан білесіңдер? Білеміз. Мен айтатын әзілімді қайдан білесің сен? Сен айтайын деп тұрған әзіліңді білеміз біз. Айтшы ал. Айтшы. Иә? Бір балыққа тойып алған акула енді бір темекі болса. Сөйтіп айтасың сен. Қайдан біліп қойдың ә? 10 күн болды ғой дайындалып жүргенімізге. Жарайды жігіттер, бүгінгі ойында біздің қарсыластарымыз қандай? Бүгінгі біздің қарсыластарымыз бірыңғай ше деген команда. Аналар білеймін ана ойынды. Бітпіш дейтін команда финалға дейін баратын сияқты. Жалпы құрметті достар, біздің өздеріміз айта кетсек, біз Павлодар қаласының атынан келгенімізбен негізінде біздер шымкенттерміз. Қалай шымкенттеміз? Мен мысалы Қызылордадамын, Манас болса Тараздан. Вообще қазақпын. Жігіттер, сендер мен қатесіп қапсыңдар. Енді солтүстіктің халқы үшін біз барлығымыз шымкентскіміз. Қандайшы, екібастызға жігіттер квартет болып келдік та, сахнада музарт болып тұрмыз ғой, Манас қайда? Манас ба? Манас деген қазір звезда болып кеткен ол, көріпкел болып ше, көріпкел. Әне келе жатыр өзі. Көріп мен көріп тұрсың, сен бала ұмытшақсың ау деймін, қайдан біліп қойдым. Қолыңа бүгінгі ойынның сценарийін жазасың ба? Уақытта көріпкел болсаңыз, мекін көрпеңіз ал. Сен бала бар, қолың жүкпеш? Бекетті жүкпел. Не дейді? Өпшіп дұшқа түскеш бар. Сен бала қолың беш? Сен бала қазақсың ау деймін, көріп тұрмын. Қазақпын ғой. Көріп тұрмын ғой, қазақсың ғой сен. Уянма жаңа. Жаңа сақтан артында тұрған кезде ес қолда просто қазақ екен. Қалаш қоймеш. Жақсы нәрсе айтайын деп отыр Айта. Көріп тұрмын. Мынау кезінде мынау қолдар талай Астанада менің деген мәдениет сарайларының микрофон ұстаған қолдарына. Көрдіңдер ма? Мына өлең кезінде талай эфирді шақырған өлең бар. Ойынымыздың басын Павлодар қаласындағы китайский базардың киім сатушының сөзімен бастаймыз. Брат, мынау таза турецкий ғой. Жетім берші. Қуасың ба дос, бұл өзімдікі ғой. Кетті! Құрметті достар, көреміз. 20 жыл бойы кітапханада жұмыс істеген ағамыз тойда тілек айтса. Бір түрлі ағамыз қараңғы көшелердің бірінде. Сонымен, короче, екібастызға келем ғой, потом қуаныш күтіп алды да екеуміз ақылдасып, не істейміз деп былай қарай. Бақылдан сәлем. Өзіне де сәлем айта сал. Сосын бар емес бұл. Елесетейік, бір хандықта 3 адам болса. Хан ием, еліңде жаушақ мен соларға шауып қайтайын. Бар шауып Хан ием, малымызға шөп жетпей жатыр, мен барып шөп қайтайын. Бар шауып қайт. Жарайды, шауып қайт. Айтпақшы, сіз не істейсіз? Сендер келем дегенше тамақ істеймін.
салт дәстүрді мүлдем білмейтін ағамыз өз құдасын күтуде. Ал мынау мен төрде жатқан күйеу баламызға түйенің өркесі! Құрметті достар, елестетеміз түнгі клубта. Жігіттер ақырында сөйлесіп клубқа кіретін болдық. Хандық тақырыбынан ауытқымаймыз. 17 ғасыр хан сарайында болған жағдай. Хан нем татың бар? Татың болса айт. Хан сайын сарай ана жақта өртеніп жатыр. Не дейді? Өртеніп жатыр дей ма? Өзі аманбай теуірі. Денесінің бәрі өртеніп кеткен. Басы ғана қалды. Бас аман болса болса Құрметті достар, көреміз. Әкеміз отырыстан келсе, үйде дәл осындай жағдайлар болады. Гүля! Гүля! Қайдан кем болған бар, а? Балдырға көрінбейді. Айым! Манас! Қуаныш! Садақа! Арадан 1 сағат өтті. Юрий Гагарин! Конор Макгрегор! Тушан, сен ішіп алсаң құп кететін жаман бар, орныңа жатшы! Құрметті достар, ойынның соңында. Мен сендерге бір аңырың айтып берейін. Бір күні тақырбас тасқаға жолда келе жатса, алдында тастың үстінде бақаны көреді ғой. Сосын тастың үстінде тақырбас тас бақа тастың үстінде бақа айтады, ей дейді. Сосын тастың үстінде бақа тұрады да, ей сен маған тақырбас дейтіндей, сен кімсің дейді. Сен тақырбас дейтіндей, мен тасыңның бақа, тасыңның басың. Сен шашың жоқ, тақырбассың ғой дейді. Сосын тақырбас тұрады да, тастың үстінде бақа тұрады да, тақырбастың басын шет қалады ғой. Сосын айбай, менің тақырбасымның басы ауыр дейді. Сол? Сенің тасыңа да, бағаңа да, ау тасын сөтірген құрбағана да, рахмет! Сіздермен бірге болған тың программасы, рахмет! Ал бәрекелді. Екібастұз республикалық ашық лигасында биылғы маусымда негізі 10-нан аса команда тіркелген болатын. Бірақ белгілі бір себептермен Талдықорған, Маңғыстау қалаларының командалар спонсорлық көмек таба алмай, ойындарға келе алмай қалды. Ал бізді қуантатын жағдай ол биылдан бастап Екібастұз құрамасына, Екібастұз Жайдарман лигасына көмек көрсетіп жүрген қаламыздың әкімі Нүкенов Қайрат Жаңашотовқа тағы бір алғыс айтайықшы. Алғыс артық болмайды. Келесі болып сахнада Жезқазған қаласы Сарыарқа ұландары Жайдарман тобы. Жайдарманның жанына жақын жандар жинаған Екібастұзға бүгін өте көңіл керемет Екібастұз табиғатын айтыңдар. Ойынымыздың басын бірден-бір жалпы қазіргі таңда қозғалыста жүрген тақырыптармен бастайықшы. Ерекше тақырып айтыңдаршы. Төрағай төрәл. Басқа бір ерекше айтыңдаршы. Байзақова. Басқа бір нормальный қозғалыста жүрген бір Рухани жаңғыру. Міне, әкім болатын адам. Рухани жаңғыру деп жалпы бұл жерде айтамыз. Бірақ рухани жаңғыруымыз жастардың жаңғыру жолында емес, жұмыс істеп қаладан қалаға қаңғыру жолында жүр. Рухани жаңғыруымыз тек көшедегі баннер, әлеуметтік желілерде немесе жарнамаларда ғана жаңғырып тұр. Бүгін мереке, бүгін той ғой. Не той? Наурыз келе жатыр. Қазақстанда нөмірі бірінші наурыз төлеп жүрген осы шығар егерде. Атасың баласы деген көріп тұр. Барлығын қоя
барайықшы, екі бассыз барайықшы. Керемет халқын айтсайшы, қыздарын айтсайшы. Қыздар айтпашы. Неге? Қыздар дейсіңдер. Соларға келесіңдер, гүл бересіңдер, сыйлық бересіңдер. Соларға беретін ақ бізге бермейсіңдер. Дұрыс айтатын ау. Мен де айтамын мен. Қыздарды өлең шығарамыз. Қыздардың инстаграмына прямой эфиріне кіріп қаламыз. 500-600 адам барлығы ұлдар ертеу көретін. Біздің прямой эфирімізге кірші. 3-4 потолок 9 адам ғой. Дұрыс айтасың сені. Неге қыздар ғана осы бала туады? Не істейсің? Камиттен шай ішіп Олай болса Файзақованы халық әртісі деп ойлап жүрген сарапаландар. Құрметті көрермендер, тамашалаймыз. Түнгі клубта болған алып шоу. Жігіттер, турбасын істейміз. Құрметті көрермендер, тамашалайық. Қазіргі кезде 2001-2002 жылға үйленіп жатыр. Көреміз 9-шы сынып оқитын отбасы. Nay, балам, йогурт жейсің ба? Қарағыз жейсің ба? Мә, йогурт берші, аптеканы, йогурт берші. Не болды? Қой, сен әкесімесің ба? Күтші әкесіз не өпті, йогурт берші. Барша! Папа мен басқа қатынауына йогурт бермейді маған баршы. Құрметті көрермендер, тамашалаймыз екі құрбының әңгімесі. Подруга не бол? Осы сен көрген нәрсеге айтып жүреді екенсің. Көрген нәрсесі, қалай көрген нәрсе? Мен инстаграмда прямой эфирме 500 адам көріпті, масқара. Не болыпты, мен прямой эфирме 3-4 адам кіреді, потолок 8 адам кіреді. Мен оны душтан қосып кетіппін ғой. Құрметті көрермендер, тамашалаймыз. Қытайды мойындатқан Димаш Құдайбергенов айтыскер болып кетсе қалай болады екен? Тың-тың-тың-тың-тың-тың-тың жырлардың айқын айтып жоталарын. Мен бүгін әр сөзімнен оталамын. Ассалаумағалейкум деп едім, бір түрлі қарадыңдар чота бәрің. Ассалаумағалейкум деп жатырмын, уағалейкум болсыншы шапалағың Домой достроен, а я в нем один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний студится в окно. Плачет опять надо мной. Құрметті көрермендер, тамашалайық. Тойларда аталарымыздан бата сұрағанда дәл осындай жағдайлар жиі болып тұрады. бата Әмин ата. Үстінде той деп жатсыңдар. Ата 2 жас. 2 жас па? Ал 2 жастың 2 басы үшеу болсын. 3 бастары 4-еу болсын. 4 бастары 5-еу болсын. Көреміз, дәл осы жағдай жарты сағаттан кейін. 1103 бастары Әмин ата. 1104 бастары 1105 болсын. В общем, бір-бірінің қожасындағы түсінсеңдер. Құрметті көрермендер, тамашалаймыз. Автобуста, яғни қоғамдық көлікте болған жағдай. Кішкене ыңғайласып. Ойбай. Кім сен қарындас бір қырыңға тұрса ыңғайласып кішкене. Құдырып болса өлем ба? Сіздермен бірге болған адырын арулан кезіп күнгейінде күйік қашқан 300-дің басы қосылған Ұлытау Баурайы Мыстөңір Жезқазғаннан келген Жезқазған индустриалдық гуманитарлық колледжі Сарыарқа ұландар жайдарман тобы. Біз осындаймыз.
Қайырлы кеш, қымбатты және арзан қыздар және қыз еместер, яғни еркектер және еркек еместер, яғни қыздар және еркек емес қыздар еместер. Ондай да бар ма не? Қазіргі заманда кімнің кім екенін білмей қалдық қой. Армысың Екібастұз? Қыздар жігіттер, Екібастұзға алғаш рет келіп отырғаннан кейін, жергілікті көрермендерге өзіміз туралы айтып өтейік. Жалпы кімнің есінде, медицина әлеміне алғаш кім қалай қадам басты? Менің есімде жігіттер, медицинаға алғаш ұстаным. Мен ол кезде 6 жастамын. Майдана сағынғасы жоқ. Таңертең ерте тұрасың, ауруханаға барасың, шалбарменен кіресің, ұзын мынандай папан көйлегін киіп шығасың. Ана жүргізуші Қуаныш мырза, Астанадан келіп сценарийде маған сөз бермейді деп ренжімеңіз. Сондықтан ойынға қосылып тұрыңыз. Сіздің есіңізде ма ауруханаға алғаш қалай кіргеніңіз? Бірақ ол кезде Екібастұзда молда қойды. Тоқтасаңдар, тоқтады. Арасында өстетініміз бар ағайын. Жігіттер, Екібастұзға келіп жатырмыз. Екібастұз қандай қала? Екібастұз деген Гиннестің рекордтар кітабына енген қала. Бұл қалада деген кірген кезде көзіме жұлдыз көрінді ғой, Екібастұз деген жазуымен. Бұл мысалы Өлен сарайы, Астанадағы пирамидадан қай жерге мысалы? Қай жер? Жігіттер, Екібастұзда стол бар екен ғой. Ол ештеңе емес. Қаланың ортасында екі бәйтерек бар кәдімгідей. Құдайым-ау, бұл қала Екібастұз емес, кішігірім Астана ғой. Правый Жігіттер, онымен қоса бүгінгі қаланың әкімшілігі осы жайдарманға деп 500 мың теңге бөліп жатыр. Көрдіңдер ме қаланың бюджеті қандай? Бәрекелді. Бірақ Қанеке, бүгінгі ойынға демеушілік жасап жатқан әкімшілік емес, Нұр Отан ғой. Нұр Отан ба? Бәсе. Бірақ қалай қарап тұрсақ, әкімшіліктің өзі Нұр Отан емес па құдай? Не ғой Қанеке? Барып, ойын алдында қыз қайтпадық па? Мынау қыз келген ғой, қанша көрерменнің алдында қыз қайтпадық. Қой тастадың ғой. Білесің өзіне дәрігерлеріміз қол жүрмей жатыр, барып қыз қайтайық та кет. Қой тастайды. Бармайсың ба? Бармаймын. Не ғой Қанеке? Атама. Барамыз ақ айтамыз. Бір күн сол жүр. Енші Мадина, кеттік. Ендеше қызбаса қол жүрмейтін дәрігерлер сахнада, денсаулыққа пайдалы әзілдер. Жалғастырамыз достар. Қайырлы кеш достар, сонымен тамашалаймыз қатты ғашық болып қалған тіс дәрігері. Саламатсыз ба, аузыңызды ашыңыз. Сүйеді. Сүймейді. Сүйеді. Сүймейді. О, сүйеді деген. Кешірім қандас, есіміңіз кім? Агым. Сонымен тамашалаймыз достар. Ауруханада қатты іші пысқан күзетші. Ассалаумағалейкум аға. Уалейкум салам. Аға, Әжітхана қай жақта ауруханада айтшы бересіз ба? Мужской ма, женской ма? Қатты қысылып тұрғанда ойнап тұрғаныңызда, конечно, женский қай жақта айтшы беріңіз. Мына жақта? Рахмет. Қасында мужской да бар, керек болса егер. Қалайсың аға? Қалайсың балам? Лифт айтшырыз ба? Лифт? Мужской ма, женской ма? Қызық есі ондай да бола ма не? Әрине болады, женскойда айна бар, мужскойда айна жоқ. Мужскойда айтшырыңыз онда. Мужской жоғарыда қазір түсет. Қызықсыңдар екен. Аға, енді мынау гинекологтың кабинеті қай жақта айтшы беріңіз. Мужской ма, женской ма? Гинекологтарда бөліне ма не аға ой? Қазір кімнің кім екенін білмей қалып кетінде шығырсың. Әңгімені демекші Наурыз мерекесі де келіп қалды. Осы жақында Екібастұз қаласында болған белгісіз ауруханада Наурыз мерекесін тойлау тұрды. Жігіттер, мынау деген Сарыарқаның самал жеріне сендер өскен айғырдың, ойбай, биенің қамызы.
срочно кету керек болып тұр. Күнделікті күнде дәрігерлерді ауруханада көретінбіз. Ал ендеше сол дәрігерлер үйінде. Жаным, тамақ істеп қойдың ба? Істеп қойдым. Сен жеп алайыншы, мен асып қойып кетіп. Не мынау? Өткір панкреатитке шалдыққан намақтар сегесін. Не мынау? Жаным кішкене тұзы көп болып кетті. Не болды сонша? Ал осында бар ғой, сенің осындай тамақтарынан мен цитоплазмам шығып кетті бар ғой. Не болды? Қыттай бір тамаққа бола вакуолин балқып ядром жарылайын деп тұр ғой. Ал осындай тамақтарың бар ғой. Тым жеуге болмайды. Мындай отасқанымызға 15 жыл болды. Жұрттың қатындарына күшті қызыл халаттар киіп жүр. Менікі мынау аппақ халатпен 15 жыл болды жүргеніме. Жұрттікі орамал тағады. Менікі мынау басында бақилар нағы деп түсемін маған. Ауруханада тегін алатын халат кие берсейші. Қойшы осындай 15 жыл болды ғой. Өйстіп ұрысқан кезінде мен жүйке көтеріп, адреналиным көбейіп кетті кәдімгідей бар ғой. Сол адреналиning түнде көбеймейді екен да. Нема, мен гиперактивті ұрығым қайда? Ал, папа! Балам! Математикаң қанша? 2. Мынау X хромозома саған тартқан мен, көрдің бе? Биологияң қанша? 5. Уа міне, Y хромозома өзім бар. Не ғой папа? Үйге қоймайтын едім ғой мен ше? Неге? Дос баланың туған күні жарайды Барабай. Бала кетті, шамалы. Стрессті түсіріп, диспепсиядан арылып, артериялық қан қысымды қалыпқа келтіріп, бұл жігіттердің тонысын төмендетіп кетті ғой. Құдайым-ау, не істейін деп жатсың? Шай жеп тұрсын. Жалпы ойынның соңында біздерге көптеген адамдар айтып жатады, сендер медициналық университетте оқисыңдар, сендер неге сабақ оқымайсыңдар, неге жайдарман ойнап жүрсіңдер, сендердің болашақта мамандықтарыңның негізгі міндеті ол адам өмірін сақтау емес па, ертең сендер адамның денсаулығына жауап бересіңдер ғой дейді. Жалпы біздердің ондай пікірлерге айтарымыз Шаруалар болмасын. Шын мәнінде достар, шын мәнінде. Жалпы медицинаның негізгі мақсаты ол аурумен күресу. Ал аурумен күресудің ең негізгі жолы оны емдеу емес, оның алдын алу. Ендеше барлығымыз білеміз, күлкі ол адам өмірін ұзартады. Осы орайда жайдарман ең керемет профилактика. Сіздердің денсаулықтарыңызға өздігінше үлес қосып жүрген Астана медицина университетінің құрамасы. Біз әлі уколдан қорқамыз. Рахмет. Құрамасы Ақсу. Ассалаумағалейкум, екі басты! Негізінде қымбат қонақтар, Ақсу құрамасы және Драйв командасы болып, біз Павлодар облысының құрамасы болып сіздерге қошемет көрсетуге келдік. Ал шапалақтарыңыз! Рахмет, ал енді қымбат қонақтарыма келе жатқан Наурыз барлықтарыңызға құтты болсын. Қуаныш Садуақасы. Ол жігіттер Қуаныш Садуақасы мен бала кезде таныс болып білесіздер ма? Мен мынадай кезде. Қойшы. Мынадай кезде бастап таныс болып білемін ғой мен. Қашанда? Кеше таныс болып білемін. Бүгін жоғарғы лига Майкос қаласында таң қалдыру керек. Жаңа маусымда бір таңға ерекше ойнайықшы біз. Қалай? Біз қазақтың стилінде ойнайықшы ма? Қалай? Болмашы, мынау қарумен ойнауға болмайды, жындысың ба? Болмайды. Естіп тұрсыздар ма? Отыршы. Отыр, естіп тұрсыңдар ма? Тұрш, брат, естіп тұрсың ба? Жоқ. Жатыңдаршы, естіп тұрсыңдар ма? Жатшы, естіп тұрсың ба? Ал олай болса қымбат қонақтар, ерекше стиль, біз бүгін жатып ойнаймыз.
Көреміз автобуста болған жағдай. Өткізейін, ә? Давай. Өт, конечно. Өткізейін, брат. Аға, есік ашып жүресіз. Алдың есік ашылмайды ғой. Басыңыз достар, барлық жерде, барлық мәселеде қате әңгіме айта беретін бала тойда. Ал илиямен қолдарын жайлар. Бисмиллахиррахманиррахим. Ey Allah қолдасын. Что там мәселені көрмей жүр? Мамам, ешқандай қолдасын. Жалғастырамыз, қай жерде қандай ән айту керек екенін білмейтін бала қарттар үйінде. Кішкентайдан мені мәпелеп өсірген. Жалғастырамыз, тойда аталардың көңіліне көрінбей жүрген әжеміз осындай амал қолданыпты. Ал олай болса бірінші тарсаққа илиямен де бата тілейік. Бисмиллахиррахманиррахим. Еш жамандық болмасын. Алла жүрген жерімізде сақтап жүрсін. Аумин. Әмин, шалдар енді ауыз тек қойыңдар. Рахмет. Ал енді қымбатты қонақтар, бұл тек қана бастамасы. Ойынның соңында біз сіздермен Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың пародиясымен қоштасамыз. Құрметті отандастар, мына құрметті Екібас Қызылордасы құтты болсын. Құрметті Әділқазылар алқасы, Әділқазылар алқасының орындарыңызда отырмайсыздар. Болды ғой. Ассалаумағалейкум, да, сегодня КВН, сегодня высшая лига, шоу лига КВН. Сегодня после КВН будет банкет, все будет феноменально, оригинально. Сегодня в городе Екібастұз КВН, так скажем, я сам прилетел с Москвы. Сам лично поддержать команду КВН сборной Павлодарской области. Андай бар. И мы начинаем КВН. Рахмет, сіздермен болған Павлодар облысының құрамасы, қымбатты екібастұздар, бұл тек қана бастамасы. Рахмет. Евразия ұлттық университетінің құрамасы Евразият Астана. Құрметті достар, неге рэппен шықты деп тұрған шығарсыздар? Енді университетіміздің атын өзі айтып тұр ғой. Евразия университеті. Ассалаумағалейкум. Құрметті достар, біздер ақпараттық технологиялар факультетінде оқимыз. Сондықтан біздер қолымыз бос кезде ұялы телефон жөндейміз. Құрметті қыздар, сіздер ойлайтын шығарсыздар, бізге мына ұялы телефон жөндеуге тастағаныңызда ішін қарамайды деп. Біз қараймыз. Біз біраз нәрсе көргенбіз негізі. Біздер жігіттердікінде қараймыз. Жігіттер Google'дағы Instagram'ға аджест етіп жүрмейсің. Енді мына ұялы телефонды біздер біраз зерттедік. Зерттегенде мына қыз балалардың ұялы телефоны өте қызық болады екен. Мысалы, қыздарда 1800 фото болады екен. Оның 300-і интернеттен жүктелген киімдер. Одан қалған 500-і жігітімен түскен суреттер. Итоғы жігіт емес, қасындағы подружкасы шашын бүйтіп былай қарата қайыра салады. Сосын басын бүйтіп қояды. Фотоға түсіп алады, сосын андай бар. Follow me дейді, қолын бүйтіп ұстайды, подружкасы өсіп фотоға түсе салады. Ал қалған 1000 сурет туалетте түскен суреттер. 500-і былай түскен, 500-і былай түскен суреттер. Ол айтырсын. Контактысын айтшы қыздың. Менің жүрегімнің жәннаты деген бар. Ол кім деп тұрған шығарсыңдар? Ол өзінің анасы. Мой король дейтін бар. Ол кім? Ол өзінің әкесі. Сондықтан менің жүрегімнің чехолы дейтін бар. Өзінің жаңағындай подружкасы ғой. Бірақ бір қызығы да, жаңа подружкасымен қылып қояды ғой, жаңа жүрегімнің чехолы швабра болып қояды. Ол енді қыздар
қыздар, ал жігіттердікі мүлдем қызық емес. Жігіттерде дым фантазия жоқ, мана қудыртылған барлығын ұмытамыз. Жігіттердің фотосында 5-ақ сурет болады. Оның біреуі BMW-ның суреті, біреуі қасқырдың суреті, біреуі Макаров пистолетінің суреті, патрондармен. Сосын BMW-дағы 4 жігіттің бүйтіп тұрған суреті, бригададағы. Сосын ең маңызды сурет, олсыз болмайды. Қара фонда ақ жазумен «Не мы такие, жизнь такая» деген жазу. Екінші, қазақ ұлттың сметаны бұзылмаған екібастұз кетті! Сонымен көреміз достар, бензині өте аз жігіт дискотекада. Қарындас қайда тұрасың? Баланың шетінде. Қарындас, сен қайда тұрасың? Соның ішінде Қарындас қайда тұрасың? болашақта Аузында мүлдем сөз тұрмайтын жігіт тойда тілек айту үстінде. ал енді Гүлжайна, Марат, үйдің тойларымен енді Марат деген, Гүлжайна деген масқара қыз ғой. Енді бар ғой, ауыз ашса жүрегі көрінеді. Кең пейіл жан ғой шіркін. Бір жоқ демейді. Көңілімді алдырып көрген жоқ, шынын айтайын ба. Тоз деп барам көрсін ғой. Жақсы қыз шынында. Кейде әйеліме ойнап айтып қоямын, қыздың бәрі Гүлжайна сияқты болсын деп. Ол да түсінбейді, мен де тығып қалып жатырмын. Ай, Гүлжайна. Марат, сен де жақсы жігітсің негізі ғой. Рахмет. Құрметті достар, барлығымыз білетіндей, қой атасы Шопан ата, сиыр атасы Зеңгі баба. Сонымен Зеңгі бабадан бір шапалақ жеп қалған сиыр. Ух ты, танымай қалдым ғой. Келесі әзіліміз, сонымен көреміз, жақында Батыс Қазақстанда 14 наурыз көрісу күні болады. Сонымен екібастұздың қызы Батыс Қазақстанға келін болып түсіп, сол көрісуді құттықтауда. Сәлемет қайната. Келін амансың ба? Ал көрсейік. Енді біз жақта келіні қайнағасымен көріспейді енді біз. Қайната ешкім көріп тұрған жоқ, көрсе салайық. Ал жақсы, ал жолың құтты болсын. Бірге болсын, бірге болсын. Ай кел, Ал, ақыры ешкім жоқ екен. Кел бір төс қағыстып арқайын көрсек. кеш. Сонымен достар, аялдамада такси тоқтатып тұрған екі жігіт. Такси. Сонымен мүлдем сөзі қор жоқ, таза ауылдың бапкері. Кеткіші. Салық болшы, мұнарамен осы жүрші. Көк жеркелет, әйдеп жүрші, жаныр жүрші. Юксидағында жүрші, Макгрегор ұстап кәп. Баш жүрші. Бапке, не болып тұр? Не болсана, өтпей жатыр, Құрметті достар, барлық сыныпта осындай әзілге жыны келетін бір қыздар болады. Сөйтіп тұрады, жаныр жүрші дейді ғой. Ха-ха, прикол. Айыртсадың, мама, класс, бәрі іші өңіп күліп атыр, ха-ха. Мұндай приколдан баны жайдарманыңа алып айтасың, түсіндің ба, КВНчик. Жаңағы болашақтың қасында тұрады дейсің ғой. Дейсің. Ал деймейм, ал, не істейсің? Ал деймейм, ал. Дейсің ғой,
жеп қояды дейді мына жердендер уже бәрі мынау сендерге қудырту әлі емес мынау тоғызба вообще прикольчиксіңдер ха-ха мықты жайдарманшы болсаңдар осы әзілдің соңын шығармадыңдар ма менеджерің біреусің құрметті достар, ойын соңында басымыздан өткен оқиға. Біздер жақында Қазақ хандығы сериалының түсіріліміне барған болатынбыз. Сөйтіп барымша қылыш тасып жатырмыз, сөйлесіп жатырмыз. Сөйтсек камера ашып алып бізді түсірмейді. Айналып келіп бір сарқыз түсіре береді. Сөйтсек ешқандай да Қазақ хандығы сериалы емес, Жақып Қалиптің Медина деген клип екен ана. Айналып келіп массовка болып қалды. Құрметті достар, кез келген массовка болашақта мықты актер болады. Евразия, рахмет. Екі бас тұз. Аға лейтенант Сержантович, кімсіңдер? Біз қазақпыз. Енді шотландец емессіңдер ғой? Жоқ, команданты біз қазақпыз. Біз жайдарманға және елге ерекше әнші түсінбейтін стиль келе жатыр. Ол қалай сол? Ол былай. Дәрігер что там менің әншем болып отыр, дәрігер. Сенден сонда бұдыш. Бұдыш. Онда сендер аптекаға звондай берді, мен пожаркаға колбас алып келейін. Күлкілі. Сендер негізі иғылсыңдар дейді. Ана кісілер айтады. Көзіме кім айтқан? Сын мамины подруги. Тоқта. Өзім сөйлесем. Ай, ё-моё. Қасия, мен. Айттым ғой, мына жерге ұрма деп. Неге? Мына жерде MP3-дің плеері бар. Білмей қалдым ғой. Білмей қалдым, тура бір аяқ көзім бастары сияқты айттым ғой, су тасқыны мен білмей қалдым деп. Тағы да осылай істесең, ана Фахтош апай есі білесіз ба не дейді? Не дейді? Кешірім! Жараспайды саған. Қалай жараспайды, қара бізде қандай би бар. Жарайды, бара бер. Тоқта, таксиға ақша бар ма? Ма, 5 теңге. Ақ көйлек қара. Бара бер. Сен одан да olur. Ана қызбен барып танысшы. Саламатсыз. Сәлеметсіз. Сізде нан бар ма? Бар. Менде де бар. Қызды басқа біреу ойласыншы. Не өнеш? Саламатсыз ба? Бірақ нерві үштеп тұрмын. Шал бар ма? Шал бар ма? Жоқ, менде трико мынадан сұрап тұршы. Давай. Брат, точно шал бар ма? Бар. Давай. Кешірім сұрайын. Не ғой? Опера күшті, е? Сізде шал бар ма? Что? Шал бар ма? Что вы себе позволяете? Тоқтатыңыз, тұш! Жігіттер, бүгін маңызды ойын. Елбасының ауысын көріп жатырмыз. Адико. Бізге айқайлап өмесе, біз екеуміз солай Еуропаға барып, адам істей алмайтын нәрсе істеп келдік. Көрсек па?
не істейді да оны істейді, маған бәрібір, менің 3 жаным бар. Болды. Алло, сәлеметсіз. Бұл банк па? Жатыңдар, бұл тонау деймін, жатыңдар. Ақшам барлығын сумкаға салыңдар, қазір келіп ал кетем. Кешіріңіздер. Жайдарманның алтын ордасына, асабаның төріне арнайы біз қазақпыз КВН командасы келіпті. Сендер бастай бер, мен бір шаруамен бар. Олай болса біз қазақпыз. Салам алейкум, үйдібасыз. Түсінде. Кешірім сұрайын. Біз қазақ, салам алейкум. Тағы да кеш жарық, құрметті көрермендер, сонымен көреміз кез келген нәрсені еркелете беретін бала. Мен нәскиім қайда екен? Сонымен көреміз өрісте басқа мақсатпен жүрген бұқа. Марта, кетпе. Неге? Бір тема бар. Астана қаласындағы бәйтеректің үстінен ұшып бара жатқан бір құс. Қайда жүрсең барлығымыз кішкентай кезімізде тығылмақ ойынын ойнаған шығармыз. Сол ойынды депутаттар ойнаса қалай болады екен? Давай тығылыспақ өнер жасыма. Давай сен резервер ана тексеретін қалай еді? Ана ревизор бол, санай бер. Все. Мен шкафқа тығыламын. Все болды. Сен қайда тығыласың? Мен Лондонға тығыламын. Мұхтар тауып алмай ма? Жоқ. Сөз соңында Антикоп делай. Құрметті достар, бұл жалпы қобалжыттым. Бұл қалаға мен жақында келдім, 2 жыл болды. Бұл қалада өзімді жақсы көретін сүйікті жанымды таптым. Мадина, сен орта болма. Әлбетінде сен осы жайдарманға бірінші рет келген кезде сен 300 теңге алып едім балконнан. Сол күннен бастап сені жақсы көрдім. Қобалжып тұр. Жаным болып көрсесің бе? Жас отбасы көмектесем дегендеріңізге алтын сырға. Адико, біз сенімен бірге. Біз қазақпыз! Рахмет! Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, Жаңа Семей.
жалпы жаңа сөйлей жайдарман толды. Сәкет не болды? Жігіттер ренжімеңдер, кеше апамның қасында ұйықтап қаптым. Сәлем, Екібастұз! Көзіңізден жалпы жігіттер естідіңдер ме? Астана футбол клубында ойнайтын Патрик Тумаси жылына 100 миллион евро алады екен. Қанша? 100 миллион. Ёп твою мать! Дамир, не көрін кейін жоқ? Жігіттер айта алмаймын. Айтсайшы. Ренжімеңдер, айта алмаймын деймін. Біз сен командаластарымыз ғой, досың не оқыды көмектесеміз, айт. Жігіттер сүйіспенбектер. Жалпы Екібастұзға келдік, қатты таң қалдық. Табиғат деген не дейді, қалай дейді? Жоқ, деген не сонда? Мен таң қалып тұрмын ғой Екібастұздың табиғаты. Соны кім шығарады деймін да? Деген кім шығарады? Баяғы шал отырған сияқты ғой бүйтіп. Таудың басында отырды да бір найзағай жарқ еткен кезде не айтарын білмей болып деп қалған сияқты ғой. Неге таң қалған кезде бастай таң қалмаймыз мысалға? Неге таң қалмаймыз? Неге таң қалмаймыз сөйтіп сосын жөтелген кезде келіп деп жөтелеміз. Сәкет өйтіп жөтелмейміз. Онда маған қаралу керек те срочно. Құрметті көрермендер, бүгінгі ойында Нұр Отанға жету үшін, кешіріңіздер, жеңіске жету үшін ерекше бір нәрсе керек. Жігіттер, менде пародия бар. О, пародия. Тауып көріңдер не екенін қара. Не қана? Не? Чупа-чупс. Қара, мынандай бар, қара. Ол не? Ноутбук. Қара, мынандай бар, қара. Не? Қызылып тұрған белдік. Қойдың дауысын салшы. Қойы қиын, ол дайындалу керек. Киелі сахнада тұрмыз. Сахнада армандар орындалады деген бар. Сендердің армандарың не? Мысалы, менің арманым болашақта әкемнің жолын қуу. Жоқ, дұрыс, бірақ 19 жасыңда алдыңғы тістердің бәрі алтын болу қателік ойламайсың ба? Сенің арманың ше? Менің арманым халыққа танымал әнші болу. Ой, жігіттер, банально. Креатив жоқ. Басқа жағынан ойлау керек қой кішкене. Сенің арманың қандай? Менің арманым овация бастау. Шапалақ бастау. Мысалы, елестетіңдерші, 500 адам халық, міне дәл осылай, сахнада бір адам тұр, кәдімгі адамның мотивациясын көтеретін жалын сөздерді айтып жатыр, айтып болды, халық тыныш. Ешкім үндемейді. Шегірткен дауыс кетіп жатыр. Сол кезде мен арасынан шығып, халық осылай менен бастайды, овация, шапалақ бастау деген осы міне. Тағы не бастағың келеді? Сосын ойын бастағым келеді. 2010-ның дискотекаларына әзілдей білмей арыстайсың, демалып тұрайықшы. Құрметті көрермендер, поэзия кешінде өз фонын дұрыс таңдамаған ақын. Жақсақтарды демесін сендесем, табыладың тәңірімейін десем, адам болып күнге шоқиын маған, арқаты қой өзіне сүйендесем, жасай бермесе, қазағым. Достар, көреміз Қыз жібек фильмін 21 ғасырда түсірсе қалай болар еді? Төлеген тұршы. Үй не болды? Хата не ескеп тұрғаным тұршы. Жалғастырамыз. Парковщик ағамыз дискотекада. Құрметті көрермендер, кальян шегіп отырған Екібастұздың қызы. Судың бәрін ішіп қойдым ғой.
су іштен ұрып отыр. Жалғастырамыз. Барынша фантазиямызды қосамыз. Алтын адамның жанұясында. Әке, оқуға ақша керек болып тұр. Үйде тамақ бітті. Ана мәштен дөңгелек жарып қалған, сайман алу керек. Майран тойына не апарамыз? Мені саттар енді. Мені саттар сол қал еді. Енді қача бұл амартқан. Бассы бұл амартқан, сәкесінде шүгіл амартқан сүкен. Алдында айтады, 10 күндетті бір ай жаттым ғой. Енді ақша жоқ қой, ақша жоқ қой, не істейміз? Айғайлама балаға, айғайлама. Болмаса не істейміз енді, ақша жоқ қой. Жарай, 10 күнге бара тұрайын. Конкрет алып шығасыңдар ма? Бет оңдырмын ғой. Хотя бы нормально сотку береші, бұл когда инстаграмда отыратын. Жалғастырамыз. Дүкенде болған оқиға. Сәлеметсіз. Маған бір сникерс беріңізші. Аха, міне. Жегіп кеп тұрма не? Сосын бір кола беріңізші. Ішкім кеп тұрма не? Сосын бір чупа-чупс. Жалғастырамыз. Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы 21 ғасыр көшбасшысы бағдарламасында. Қараш оқиғасының авторы Мұхтар Әуезов, Екібастұз қаласының құрылған жылы 1898, 12 ай, 1 жыл. Қазақстандағы ең бірінші футбол тобы Ярыш. Құрылымның мәліметтілігі 6. Дұрыс, сіз 25 сұрақтың 25-іне дұрыс жауап беріп, бүгінгі ойынымыздың жеңімпазы атандыңыз. Болды ма не? Е? Блин, не догон. Белгісіз бір апайымыз үйінде ыстық суы өшіп қалып, подружкасының үйіне душқа түсуге кетті. Орамалың неме өзі? Ана айтқанда коллекцияға дейме 2500 теңге. Қалтамыз тесіп жатыр кәдімгі дейм. Ана біздің бухгалтер бақа 500 человек. Ақшаны жейді күнде. Қалай қайда табамыз осы жарты сатып адамыз өзі ана столовыйға кетеді. Мам, үйге қайтайықшы. Кет аңдар өзі. Кет. Жылтың еті осы. Қонаққа келсе болды. Осы дей барыңыз ба? Кім, Дауришқа кәдімгідей өсіп қалған не? Мынандай болды ғой дурачок. Күйеуімен тартып кеткен тұр копия. Қай күйеуінен? Қалай күйеуінен? 6-шы? Мам, үйге қайтайықшы. Башылейм саған. Телефонымды көрдің ба? Дауришқа келе ғой. Қойшы кім кінәнда осы. Жаман үйреніп кетеді солар. Саха гүл, қойшы, келе ғой. Дауришқа, үлкен машина алып берейін ба? Иә. Менің балам боласың ба? Иә. Мам, ана кісі үйіне қайтсын. Құрметті көрермендер, Екібастұзға келгенімізге шын жүректен қуаныштымыз. Сіздермен бір маусым бірге болуға дайынбыз. Сосын ұққаным, Екібастұздың адамдары екіге бөлінеді екен. Қалай? Ұлдар және қыздар. Рахмет! Қазақша қалдырасам қалай кетті? Командаларға көптен көп рахмет. Осымен сәлемдесу сайысымыз аяқталды. Командалар сахнаға. Ал енді ойын жайлы қысқа нұсқа Дәурен Ергазин. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі кәдімгідей мен көңілімнен шығып отыр да. Командалардың бәрі ерекше дайындалған, бәрі мықты. Енді алдағыда тек қана сәттілік тілеймін. Жаңағы Ақсуға рахмет, машинасын істеп қайтып келгендеріңе. Молодцы. Жаңа
Бүгінгі ойында менің өзімнің фаворитім Семей. Нұрпейісов Әділет Қайыржанұлы, ойын жайлы. Қайырлы кеш, Жайдарман Наурыз мейрамы құтты болсын. Мен Екібастұз Жайдарман осындай республикалық деңгейге жеткеніне қуаныштымын. Сізге рахмет. Жас тілерге сөйлейсіз бе? Сәлем Екібастұз. Екібастұз қонақтары, шын мәнісінде бүгін Екібастұз қаласында жастар күні деуге болады. Себебі өте қызық, өте күлкіге толы бүгінгі кеш сыйлаған құрметті қонақтарға, біздің команда Екібастұз командаларына үлкен алғысымды айтқым келеді. Шын мәнісінде Жайдарман ай сайын, күн сайын осындай үлкен дәрежеге жеткеніме өте қуаныштымын. Себебі бұл жастарды мен 3-4 жыл көлемінде бағалап, бүгінгі дәрежені көріп отырмын. Оның барлығы осы қуаныштың арқасы деп айтқым келеді. Ду қол шапалақ қойсаңыздар. Барлық қонақтарға сіздерге үлкен айтқым келеді. Шын мәнісінде бүгінгі 1-8 финал осындай дәрежеде болса, финал ойыны одан да үлкен дәрежеде екенін мен сенімдемін. Рахмет сіздерге. Виктория Николаевна. Армысыздар қадірменді жиналған қауым, құрметті қатысушылар. Бүгін енді осы сахнада тек қана Екібастұз қаласының ғана емес, бүкіл осы республика жастарының басын қосып отырған қазақша Жайдарман ойыны кең етек алып дамып келе жатқаны жеке өз басымды өте қуантады. Енді бүгін орынды қалжың болды. Кәдімгі енді өз сөзімен айтсам, шегін қатып, күлкіден өлдім. Рахмет. Әділ қазына алқасын төрағасы, Мәсенова Құндыз Мұратқызы. Құрметті жайдарманшылар, қонақтар, энергетиктер мен кеншілер қаласына қош келдіңіздер. Екіншіден сіздерге бірінші қуаныш республикалық лига даңқы құтты болсын. Өсе беріңдер. Тағы да бір бүгін ризашылығын білдіргім келгені, көрермен сіздерге қонақтарға қолдау көрсетіп, жылы шырайларыңызды көрсетіп, үнемі осылайынан өздеріңіздің қалаларыңыздан шыққан командадай қол шапалақ соғып қолдап отырғандарыңызға ризамын сіздерге. Біздің қаламыздың көрермендері ең мәдениетті көрермендер. Және тағы айтарым, бүгін әрине барлық командалар біздің көңілімізбен шықты, өте қызықты қалжыңдар болды. Енді алдыңғы ойындарда негізі өз ойым біздің Екібастұз қаласы жайындағы мәліметтер ойында қосып отырсаңыздар жақсы болар еді. Ал қонақ командалар, құлақтарыңызға алтын сырға, қалаларыңызға барып, Google-да ашып Екібастұз туралы барынша оқып келіңіздер. Енді және қуанышыңызды шақыртып мына жерге бәрімізді қосылып енді дегенмен осы Евразия университеті кубок табыс ететін болды. Залдың көңілінен шығып, әділқазылардың көңілінен шыққан алғашқы ойындары жаман емес. Евразия ұлттық университетін бір құттықтап қойыңыздар. Енді бізде қуаныш арамызда отырған бір-екі әділқазылар, соның ішінде мен және Әділет көңілінен шыққан негізі кубокты Жезқазғанға бергіміз келді. Сондықтан бізді жай Жезқазған құрамасы келесі 1-4 финал ойындарына келген кезде сіздерге Құндыз Мұратұлының және Әділет Қайыржанұлының атынан бір клуб болады 1-4-те. Сіздер де